Ассалаумағалейкум жігіттер. Бүгінгі видеода біз магнитофонды қалай дұрыс жалғау керек екенін айтып өтеміз. Бұрынғы басқа видео сабақтарда айтып жүргендей, бізде кез келген машинаның потребитель, яғни тұтынушы нәрсесіне плюс пен минус керек. Яғни мысал ретінде лампочканы алсақ, плюс пен минус берсек жанады. Вентилятор солай, плюс пен минус береміз, жанады. Мазга да солай, плюс пен минус береміз, жұмыс істейді. Сол сияқты магнитофонға да плюс және минус керек. Негіз жалпы айтқанда, кез келген магнитофонда жоғарғы бөлігінде болсын, артыңғы бөлігінде болсын, өзінің схемасы тұрады. Қағазда схемасы қай провод қайда қосылу керек екен. Бірақ бұл схема көбінесе ағылшынша жазылып тұрады, көбінесе түсінбегендіктен автоэлектриктің көмегінен болмаса ютубтың көмегіне жүгінеміз. Енді сіздерге айтып өтейін, қалай жалғау керек екен. Плюс пен минус керек дедік қой. Бізге керек құрал біріншіден біздің контролькамыз. Плюсты да минусты да көрсете береді, қалай қолдану керек екен. Басқа видеоларда айтқан болатынмын. Біздің контрольканың мына бөлігін минусқа жалғаймыз. Минусқа немесе жаңағыдай машинаның кузовына, массасына жалғағаннан кейін бар, біздің контролькамыз жұмыс істей береді. Минус жасыл болып жанады, ал плюс қызыл болып жанады. Енді магнитофонның мына штекер бөлігін қарайық. Бізде бірнеше проводтар бар мұнда. Бірнеше проводтар бар. Енді бұның қайсысы плюс, қайсысы минус, және де қайсысы колонкаларға кетеді, соны айтып өтеміз. Жалпы осындай магнитофондарда барлықтарының схемалары бірдей болып келеді. Көп магнитофондарда. Бұларда плюсовой провод, плюсовой сым дейміз бе, мына сары және қызыл провод болып бірге келеді. Екеуі де плюсовой провод. Ал біздің минусымыз ол қара провод. Енді машинада қалай біз плюсті және минусты қалай табамыз? Плюс пен минусты біздің құралымыз бар. Жаңа айтып өткен контролькамызды бір жағын минусқа қоямыз. Массаға, аккумулятор минусына айырмашылық жоқ. Болды, біздің контролькамызбен жұмыс істей беруге болады. Қараймыз, плюсті минусты іздейміз. Минусты табу енді оңай ғой, кез келген кузовтан, болттан, саморезден алуға болады, машинада бекітіліп тұрған. Қараймыз, бізде минус көрсетіп тұр, жұмыс істеп тұр. Минусты сол проводтан қара проводқа жалғаймыз. Минусымыз бар. Енді керегі бізге плюсовой провод. Плюсовой провод бізде контролькаде қызыл болып жанады. Мінекей қарайық, қызыл болып жанып тұр. Кез келген машинада магнитофон бар машинада артында келіп тұрады штекерінде. Плюсы да, минусы да, колонкасы да барлығы келіп тұрады. Сол проводтың арасынан іздейміз. Ол проводтар жаңағыдай қиылып тұрса да, бірақ келіп тұрады, қиылып тұрса да, келіп тұрады. Сол проводтың арасынан іздеп, біздер контролькамен плюсті тауып аламыз. Тауып алғаннан кейін бар, біздер мына ол плюсті сары проводқа жалғаймыз. Сары проводқа жалғадық, бірақ біздің магнитофон түгелмен қосылмайды. Түгелмен қосып тұрған жоқ, жұмыс істеп тұрған жоқ әзірге. Ол үшін біздер мына екінші проводқа, қызыл проводқа оғанда плюс беру керек. Мен мына қызыл проводты екеуін біріктіріп плюске беріп қоям. Көреміз, бізде магнитофонымыз қосылды. Радио барлығы қосып тұр. Бірақ та жалғаған уақытта екі мына проводты, плюстік проводты біздер бірге жалғамаймыз. Дұрысында бірге жалғамаған жөн. Неге себебін айтып өтейін? Егер біздер екеуін бірге жалғап бір проводқа плюсқа беріп қойған жағдайда, біздің магнитофонымыз постоянно жұмыс істеп тұрады. Постоянно жұмыс істеп тұрғандықтан машинаны өшірсек те магнитофон жұмыс істеп тұрады.
және де жұмыс істеп тұрғандықтан ол аккумулятордың тоғын сорып тұрады. Таңертең тұрған уақытта сіздің машинаңыз от алмауы мүмкін. Сондықтан әрдайым машинаны өшіргеннен кейін біздер осылай крышканы сөндіріп кетеміз. Көбіміз солай істейміз. Енді қалай дұрысында жалғаған жөн? Крышканы шешіп жүрмей, офты басып жүрмей, біз былай жалғаймыз. Дұрысында схема бойынша негіз былай жалғану керек. Біздің постоянный плюсымызды сары проводқа жалғаннан кейін барып, қызыл проводқа плюсті постоянныйдан алмаймыз. Яғни постоянный плюс дегеніміз машина өшіп тұрса да, от алып тұрса да келіп тұрған плюс қой постоянно деген. Бұған біз қызыл проводқа плюсті зажиганиеден аламыз. Болмаса машинаның замок зажиганиясында ACC деген бөлік бар. Кәдімгі замок зажиганияда ең бірінші нулевой положение, содан кейін барып ACC деген бөлік тұрады, содан кейін барып зажигание, содан кейін барып стартер бөлігі. Сол екінші бөлікте ACC деген бөлік деген жалпы неге жауап береді? ACC деген бөлігі машинаның аксессуарына жауап береді. Аксессуарға не жатады? Аксессуарға прикуриватель жатады, және де осы магнитофон жатады. Демек, сіз зажиганияны қоспай, тек қана ACC-ны қосқан жағдайда сізде машинаңызда прикуриватель және де магнитофон істеп тұрады. Бірақ зажигание қосылмай, жаңа прибор ештеңе жанбайды. Осы бөліктен негізі алған жөн. Осы бөліктен мына қызыл проводқа плюсті берген жөн. Бірақ та бұл ACC бөлігі барлық машиналарда жоқ, ВАЗ автокөліктерінде жоқ, нулевой положение, содан кейін барып бірден зажигание қосады. Ондай болса, біздер мына қызыл проводты зажиганияның проводына береміз. Кімде ACC бөлігі бар, ACC-ға берген дұрыс, кімде ACC жоқ, онда зажиганияға береміз. Сонда біздің магнитофонымыз машинаны өшірген жағдайда, біздің магнитофон өзі өшеді, өзі өшіп тұрады. Ал ACC-дан келетін плюсті және де зажиганиядан келетін плюсті қайдан табамыз? Ол да ешқандай қиындық туғызбайды. Жаңа біздің келіп тұрған проводтарымыз бар ғой, бізде магнитофонға жалғанатын проводтардың ішінен плюс бірінші зажигание болмаса ACC-ны ашып аламыз. Ашып алғаннан кейін барып сол проводтардың арасына плюс іздейміз. Плюс тауып алғаннан кейін барып зажиганияны кері өшіреміз. Егер зажиганияны болмаса ACC-ны өшірген кезде плюсіміз кетіп қалса, онда ол плюс ACC-дан болмаса зажиганиядан келіп тұрған деген плюс. Түсінікті ғой, плюсіміз ACC-ны өшірген кезде болмаса зажигание өшірген кезде кетіп қалса, ол плюс зажиганиядан келіп тұрған болмаса ACC-дан келіп тұрған плюс. Мына қызыл провод сол проводқа жалғаймыз. Сол уақытта бізде машина кілтті ашқан кезде, замок зажиганияны қосқан кезде ғана жұмыс істейді. Бұның да тағы бір артықшылығы бар. Бұның артықшылығы қандай? Біріншіден, сіздің магнитофоныңыз тоқ ұрламайды. Неге? Себебі кілтті өшірген кезде, машина өшірген кезде магнитофоныңызда өшіп қалады. Екінші плюсы бар, оның екінші маңызды жағдайы бар. Ол сіздің настройкаңыз барлығы сақталып қалады. Бұны қалай тексереміз? Сізге мысал ретінде көрсетейін. Біреу білсе, біреу білмес, магнитофонның радиосын қалай сақтауға болады? Допустим, біз бір радионың каналын тауып алдық. Бізде ол примерно 45 болсын. Тауып алғаннан кейін барып, әрбір магнитофонда мынандай цифрлар бар, сандар бар. 1-ден 6-ға дейін. Бұл цифрды нені білдіреді? Бұл әрбір сандарға әр радионың каналдарын сақтап қойға болады. Қалай сақтаймыз? Біздің радионы тауып алғаннан кейін барып, каналды тауып алғаннан кейін барып, біздер сол санды басып тұрамыз. 1-ді басып тұрмын. Басып жібермей тұрам. Сол кезде бізде осындай memory деген жазу шықты. Memory деген сақталды деген сөз.
міне жерде 1 деген жазу шықты. Бірінші каналда бізде осындай жаңағыдай канал қазір сақталып тұр. Енді екінші каналға қарайық. Екінші каналда бізде 97-те 50-де тұр. Бірге кері басып қараймыз. Бірде сол біздің каналымыз сақталып тұр. Енді қарайық. Біздер кілтті өшірген жағдайда біздің магнитофонымыз өшеді. Магнитофон өшкеннен кейін барып көрсеңізге мен плюс алып тастадым. Мына қызыл проводқа келетін, зажиганиедан келетін плюс алып тастадым. Біздің магнитофонымыз өшіп болды. Кілтті сөндірдіңіз, магнитофон өшті. Ешқандай тоқ сормайды. Енді бұл плюсты кері қосқан кезде, яғни замок зажигание ашқан кезде, мен қазір ұстап тұрайын осылай, біздің магнитофонымыз сол әл өз қалпында бірінші каналда 101.45 деген каналды сақтап тұр. Түсінікті ғой, неге сақтап тұр деп ойлайсыз? Себебі бізде машинада плюста, минуста екеуде жалғанып тұрғандықтан біздің магнитофонымыз жалпы жұмыс істеп тұр. Бірақ та ол ешқандай тоқ сормайды, тек қана біздің настройкамызды, бүкіл каналдың настройкаларын барлықтарын өздеріне сақтап қалып тұрады. Түсінікті ғой, Плюс постоянно плюс сары проводқа, ал қызыл плюсіміз біздің замок зажиганиедан келетін плюсқа жалғаймыз. Замок зажиганиедан келетін плюсқа жалғаймыз. Жалғаннан кейін магнитофон қосылды. Енді колонканың проводтарын қалай табамыз? Колонканың проводтарын бізде штекерде өте оңай. Әрбір колонканың проводтар бірдей проводпен келеді. Қарай. Бізде мұнда бір қатарда ақ және ақ қара провод тұр. Ақ және сол ақ қара проводымыз бір колонка. Келесі бірдей жасыл және жасыл қара. Екі бірдей жасыл және жасыл қара провод. Екінші колонка сөйтіп келіп кете береді. Екі мына бірдей фиолетовый және фиолетовый қара. Үшінші колонка, содан кейінгі провод сұр қара. Төртінші колонка. Кез келген магнитофонның тек қана 4 колонкаға выход болады. Ал қалған проводтарды біз неге буфер барлар буфер жалғайды. Көбінесе керек емес, бұны бұрап тастаймыз негізі біз. Буферге болмаса антеннаға жалғау болады. Антенна андай лобовойда тұратын антенналар бар ғой. Сол проводтарға жалғау болады. Ал мына жерде біз білеміз, біздің қарапайым антенна. Соны жалғаймыз. Түсінікті. Енді колонка жақтағы келіп тұрған проводты қайдан табамыз? Колонка жақтаған келіп тұрған проводтарды негізі дұрысынан схема бойынша тауып алған дұрыс. Схема бойынша оларда көбінесе бірдей проводпен келеді. Жаңағыдай сары қара, болмаса қоңыр қара болып келеді. Болмаса қиындық туғызбаса, бұл білмеген жағдайда. Білсеңіз, онда жалғай саласыз. Білмеген жағдай, онда колонкаңызды шешіп, сол колонкаға қандай проводтар келіп тұрғанын қарап, сол проводтар бойынша жалғаймыз. Ал колонкадан келіп тұрған проводтарды магнитофонға қалай жалғаймыз? Екі проводты. Колонкадан екі провод келеді осылай. Бұлай да жалға беруге болады, бұлай да жалға беруге болады. Екеуінде де колонка жұмыс істей береді. Егер барлығы түсінікті болса, каналға тіркеліп, достарымызға таратайық. Баршаға рахмет.